Президент Садыр Жапаров Қазақстанда өтіп жатқан Азия чемпионатының байгөлі орындарын бағындырған қырғыз балбандарын құттықтады. Мемлекет басшысы өз білдірісінде қырғыз балбандары мықты күрөшүп, дайыма алдыңғы орындарды алып келе тұрғандығын жазды. Қазақстанда өтіп жатқан Азия чемпионатында спортшыларымыздың бір тобы байгелі орындарға ие болғанына қырғыз елі сүйініп, бірі-бірі менен қуаныштарын тең бөлішуді. Бұл қуанышты тартулаған алтын байге иелері Ақжол Махмудов, Жоламан Шершенбеков, Ақылбек Талантбеков жана алтынға тете күміш алған Өзір Жүсіпбеков. Қола байге иелері Роман Ким, Разақ Бейшикеев жана Адилхан Нурланбеков. Бұл да осы қырғыз спорты өнігіп жатқанынан қабар береді. Балбандарыбызды бұл жеңіші менен жалпы қырғыз елінен жана жеке өзімдін атымдан құттықтаймын деп алдыда келем үстүнө чыгып, өлкө намысын коргой турган кыздарыбызга ийгиликтерди каалады. Белгилей кетсе, Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча курама командасы Казакстанда өтүп жаткан Азия чемпионатында жалпы 7 медаль утту. Күрөштүн бул түрү боюнча мелдеш 9-10 апрелде өтүп, анда кыргыз балбандары 3 алтын, 1 күмүш жана 3 коло байге жеңди.